Қазақстан 2015 жылға қарай әлемдегі 5 ірі мұнай экспорттаушы елдің біріне айналмақ. Бұл туралы бүгін Атырау облысына жасаған арнайы жұмыс сапары кезінде мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев айтты. Мұнда президент Каспий теңізінің Қашаған кен орнындағы Жасанды аралында болып, Атырау қаласындағы Flowserve сорғы зауытының және Медикер медицина орталығының жұмыстарымен танысты. Мұнайлы өлке бұл жолы да ел экономикасы үшін өзінің мол үлесін арнап отырғанын көрсетті. Атыраудан тілшіміз Жігер Сәрсенов әңгімелейді. Тәуелсіздіктің 20 жылын аяқ басқан еліміз өзінің аймақтарымен қатар дамып келеді. Жайығы мен жайқалған Атырау өңірінің бүгінгі бет алысы сөзімізге себепші. Мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев бұл өңірде өзінің арнайы сапарымен осыдан тура 1 жыл бұрын болып қайтқан еді. Осы аралықта Атырау өзінің тағы мол жетістіктерімен танылып отыр. 2001 жылдан бері тұрақты өсім көрсетіп келе жатқан өңір республика бойынша жалпы ішкі өнімнің жан басына шаққандағы үлесі жөнінен бұл жолы да бірінші орынды сақтап қалды. Қара алтынның қазынасы саналатын аймақты мұнайдан бөліп қарау мүмкін емес. Сапар барысында мемлекет басшысы Каспий теңізіндегі Қашаған кен орнына арнайы ат басын бұрып, солтүстік Каспий жобасы бойынша атқарылып жатқан жұмыстармен танысты. Атыраудың оңтүстік батысына қарай 80 шақырымдық жерде орналасқан Қашаған еліміздегі алғашқы ірі мұнай кен орнының бірі. Әрі оны игеру әлемдік ең ауқымды жобаға жатқызылуының өзі алдағы 10 жылдықтарда ел қазынасы үшін миллиардтаған доллар қаржы көздеген сөз. Дәл мына жердің өзінде 33 миллиард доллар ақша бөлінді. Теңіз кен орнында 35 миллиард инвестиция келді. Екі орында 60 миллиард инвестиция келді. Қайдан болар еді? Соның кейін бұл күрделі өзі кен орны. 850 атмосфер қысымы бар. Ондайменен пайдаланатын жұмыс істейтін Совет одағында да ешқандай қондырғы болған жоқ. Мінекей бұл Қазақстанымыз үшін, 20 жылдық тәуелсіздік үшін өте үлкен жетістік болып табылады. Жоба теңіз бен жер үсті операцияларын, барлау жұмысы мен бұрғылау, жаңа нысандар салу және шикізат игеруге қажетті материалдық техникалық қамтамасыз етудің барлық түрін қамтиды. Жасанды Д аралындағы өндіріс нысанының өзі алдағы уақыттары күніне 450 мың баррель мұнай өңдеуге мүмкіндік бермек. Осы арқылы ең бірінші дегенде 50 миллион тонна мұнай шығарылатын болады. 18-19 жылы 10 тонна мұнай шығарылатын болады. Сонда жалпы Қазақстан дүниежүзілік мұнайды экспорттайтын мемлекеттердің арасына кіретін болды. Бұның барлығы елдің өркендеуіне қызмет істейді, елдің әл-ауқатының жақсылығына қызмет істейді. Аралдағы нысандарды аралап көрген Нұрсұлтан Назарбаев мұнда болашақ бағдарламасының түлектерімен де кездесті. Олардың қатарында қазір елге деген қызметін мұнай саласында жалғастырып жатқандар да бар. Білімді және осы инновациялық жастарға шын мәнінде қазір көптеген жағдайлар жасалынып жатыр. Халықаралық стандартқа сай Назарбаев университетінің ашылуы және болашақ бағдарламасы осыған дәлел. Және сол үшін біз елбасымызға біздер әкелік қамқорлық үшін жастарға жасалынып жатқан шын алғысымызды айтамыз. Жалпы өңірдегі басты байлық мұнай мен газдың мол игерілуі бүкіл республикамыздың дәулеті мен сәулетін арттырып отырған сөзсіз. Өткен жылы облыста 30 миллион тонна мұнай мен 13 миллиард текше метрден астам ілеспе газ өндіріліп, әлеуметтің әлеуетін түзеуге ерекше пайдасы тиді. Қазақстан бойынша 80 миллион тонна мұнай өндірілсе, соның 38%-ын Атыраулықта берді. Елдің бюджетіне республикамыздың миллиардтаған теңге ақшалар құйылып жатыр, доллар жаңа ел жақсарып жатыр, көңіл күйі жоғары. Сондықтан елбасының бәрі осы мүмкіндік елбасының арқасында болды. Елбасының әрдайым аймаққа келгені халқымыз үшін үлкен қуаныш. Сол кісінің арқасында қазір барлық жерлерде, тіпті біздің ауданымызда қиыр шеттегі ауданға газ келуі дейтін сонда құбылыс болды. Өйткені барлық жерге ауданымыздың темір жол бойы болсын, ойлы бойы болсын, барлық жерлерге газ кіріп жатыр, су келіп жатыр, жол асфальттанып жатыр. Президент Атыраудағы Flowserve тұрмыстық коммуналдық шаруашылығына арналған сорғы жабдықтарын жөндеу зауытының жұмысымен де танысты. Биылғы бірінші жарты жылдықта іске қосылған кәсіпорын аз уақытқа қарамастан атын әйгілеп үлгерген. Өйткені Қазақстанды қойып бүкіл орталық Азияда бұл зауыттың баламасы жоқ. Екіншіден, тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы мен мұнай өндірісіндегі сұйықтық айдау мен соруға қатысты құралдар осы арада ғана жөнделеді. Мысалға, бүгін біздің орталығымызда Ақтау су орнасынан сорғылар жөндеу өтіп жатыр. Сосын айтып кететін тек Қазақстан емес, бүткіл Россия, орталық Азия елдерінің мекемелеріне қызмет көрсетуге дайынбыз. Бүгін біздің орталығымызда Уфа нефтехимия заводынан сорғылар
жөндеу жатыр. Жұмыстар жақсы, жаман емес. Еңбегімізде жақсы, көңіліміз толғандай. Шағын коллективіміз өте жақсы. Жас болғанмен өте тәжірибелі жігіттер. Шетелдік компания болғанмен жаңағы бізде кілең жастар, осы жергілікті Қазақстанның жастары жасайды барлығы. Және ол барлық мамандар шетелде білім алып келіп жатыр. Жаңағы кезекпенен барып жігіттер оқып келіп жатыр. Голландияға барып, Италияға барып, Германияға барып оқып келіп жатыр. Ел халқымыздың арқасында біз осындай программаға ілініп, жаңағы шетелде білім алып, осындай үлкен мировой жаңағы беделді компанияда істеп жатырмын. Бұл жерде мен жаңағы алатын үлкен возможностьтар бар. Ол деген жаңағы шетелдегі коллегаларымызбен бірге жұмыс істей отырып, қазіргі жаңа проблемаларға шешімдер бірге қабылдау. Осында президент шағын және орта бизнес өкілдерімен кездесті. Бүгінде облыстағы кәсіпкерлік нысандары 25 мыңнан асып, бұл саладағы өнім мен қызмет түрлері 2000 жылмен салыстырғанда 66 есеге артып отыр. Алайда кәсіпкерлермен әңгімеде елбасы бұған тоқмейілсіп қалмай, қазақ бизнесіне бастайтын тәуекелді әлі де арттыра түсу қажеттігін қадап айтты. Сондықтан саспай, қорықпай өзіміздің қазақтың бизнесін көтеруіміз керек. Менің қойған мақсатым жылы жалпы өндірістің көлемінің 40%-ын шағын бизнес шығару керек. Дүниеде солай бар. Оны алып, Американың өзінің 79% экономиканы шығарып отқан бизнес. Мына Германияда 90% бизнес шығарады. Сондықтан өнерге дағдарыста сасқан тұрмысты. Егерде үлкен өндірісті қарап отырсақ, не болады? Мұнайда, газда, бәрі бір кезде бітеді. Капитан орнына келмейтін нәрселер. Сондықтан біз екінші экономика салуымыз керек, осыны пайдаланып. Президент кәсіп иелеріне кедендік одақтың пайдасы жөнінде де мысал етті. Сондай-ақ өңірде жеңіл өнеркәсіп пен ауыл шаруашылығын дамыту қажеттігіне баса назар аударды. Тәуелсіздігіміздің 20 жылында айтып жүрген барлық жағдай бизнесмендерге, сендерге жағдай жасады. Жағдай жасағанда табысты болу керек, апатты болу керек. Халықтың өзі де солай. Тек қана өндіріс емес, мынау Атырауға көкөніс шығаратын, тамақ жасайтын, ауыл шаруашылығындағы бизнес керек қазір. Ауыл шаруашылығы ол да индустрия қазір. Қазіргі күндерде президентімізді ауыл шаруашылығы жолламасы бойынша көптен көп көмектер көрсетіп, дотациялар беріледі. Мен баяғы жоғарыда айтқанда ток алма бағын өсіріп, біз 20 миллионнан көп ақша алдық. Теплица салып жатырмыз, теплицаға 4%-ні 8 жылға дотация беріп жатыр. Қазір жағдайымыз одан да жақсарып келеді деп айтуға болады. Бұрында да осы мына Астрахан облыстарына, Москва жағына, Ресей қалаларына жіберетін еді. Сол кезде біздер бір аптадай жүреміз құжаттарды толтыру үшін. Қазір мына кедендік одаққа кіргеннен кейін тек қана қажетті мына Қазақстанның ішінде қалаларға жіберген сияқты жібереміз де бір күннің ішінде жаңағы балық продукциясын жіберуге мүмкіншілік бар. Облыста осы уақытқа дейін жиыны 130 өндіріс ошағы ашылып, 30 мың жұмыс орны пайда болды. Тәуелсіздіктің алғашқы жылында аймақтағы өнеркәсіптік кәсіпорындар небәрі 3 миллион теңгенің өнімін шығарса, былтыр бұл көрсеткіш 3 триллион 119 миллиард теңгені құрады. Мысалы, индустриалды инновациялық жоба аясында былтыр дүниеге келген Брандо бір реттік инелі шприцтер зауытының өзі қазір облысты қойып, бүкіл ел экономикасына ерекше үлес қосуда. Бүгінде Атыраудағы инвестиция бүкіл елдегі көлемінің 20%-ын қамтып отыр. Оның үстіне республиканың жалпы ішкі өніміндегі Атыраудың үлесі 1991 жылы 2% ғана болса, биыл ол 11%-ға артқан. Демек, ел экономика үшін Атыраудың алар орны анағұрлым бөлек. Индустрияландыру картасы бойынша 2010 жылы жалпы құны 22,5 миллиард теңгені құрайтын 7 жоба іске асырылды, оның 636 жұмыс орны құрылды. 2011 жылы бұл салада 14 жоба іске асырылады және жалпы құны 22,5 миллиард теңгені құрайды. Шамамен 3000 жұмыс орны ашылады деп күтілуде. Өндіріс мол өңірде халықтың денсаулығына да айрықша мән беріліп отыр. Облыста бой көтерген медициналық мекемелердің қатары жыл санап артып келеді. Мемлекет басшысы соның тағы біреуі Атыраудың қақ ортасынан орын тепкен Медикер медициналық орталығын ашты. Қазақстан бойынша 7-ші орталығын Атыраудан ашып отырған Медикер енді мұндағы халықтың денсаулығын жақсартуға бар мүмкіндігін арнамақ. Мына сіздердің клиникаларыңыз ашылып отырған өте қажет, керек Атырауға. Бұл жерде ауқатты адамдар қазір көп. Мемлекеттің саясатының арқасында көп жұмыс жасалып жатыр.
орта табысы атыраулықтардың Қазақстанның барлығынан қарағанда 2 есе жоғары. Себебі мұнайшылар бар, газ бар, өндіріс бар, барлық болып жатқан білесіздер. Одан арада өсеген. Олардың ақша төлейтін қабілеті бар. Сондықтан осындай клиникалардың ашылуы өте жақсы деп санаймын. Заманауи құралдарды қамти отырып, емдеудің барлық түрін көрсететін көп салалы мекеме әсіресе облыстағы 30 мыңнан астам сақтандыру компанияларының иелеріне қызмет көрсетпек. Және мұндағы мамандар да еліміздің әр өңірінен арнайы алдырылған. 500 орындық поликлиникалық көрсетеді емдеу, 24 орындық стационарымыз бар. Бұл терапевтік және хирургиялық, интенсивті блогымен қосып жабдықталған. Медицина оборудованиялары шетелдің ілгері киімді фирмаларының жаңа шығарған медициналық құрылғылармен жабдықталған. Медициналық орталық жерде операцияның барлық түрлері, іш қуыстарына, урологиялық операция, гинекологиялық операция, көзге лазермен операция жасауға, кадрлардың бәрі осы Қазақстан Республикасының басқа да қалаларынан жоғарғы дәрежелі және ғылым кандидаттарын осы медцентрдің жұмысына қызметіне шақыртып отырмыз. Аймақта медициналық қызметтің сапасын арттыру өзінің оң көрсеткіштерін таныта бастады. 20 жылда ана мен бала өлімі 60%-ға азайып отыр. Ал соңғы 5 жыл ішінде құрт ауруы 47, өлім-жітім деңгейі 87%-ға дейін кеміген. 20 жылда 20 миллиард теңге бөлініп отыр. Үкіметпен сол 37 нысан салынып отыр. Оның ішінде емханалар бар, ауруханалар бар. Кадр мәселесіне келсек, қазір бізде Израиль, Россияда, Белоруссияда оқытып жатырмыз. Нұрсұлтан Назарбаевтың Атырау облысына жұмыс сапары ертеңде жалғасады. Мұнда мемлекет басшысы Шеврон компаниясының металл-пластик құбырларын шығаратын зауытында болып, аймаққа жасаған жұмыс сапарын қорытындылайды. Атырау облысынан Жігер Сәрсенов, Дәулет Исімбаев, Бақтыбай Шахан.